Сәтпаев қаласының орталықтандырылған кітапханасы жанындағы коворкинг орталығының ұжымы қаладағы мемлекеттік қызметкерлерге, мектеп оқушылары мен студенттерге арнап түрлі психологиялық тренингтер, семинарлар мен бой сергіту шараларын жиі өткізіп тұрады. Мақсат қатысушылардың белсенді әлеуметтік позициясын көтеру, олардың шығармашылық қабілеттерін дамыта отыра, өзін және басқа жандарды толық тануға мүмкіндік беру. Тренингтің басты мақсаты жаста келген жас мамандардың біріншіден психологиялық көңіл-күйін көтеру, оларды позитивті жаққа қарай бұру, позитив жағына қарай бұру, және де олардың ішкі жан дүниелерін, ішіндегі жатқан сырларын, яғни ашылмаған сырларын аша білу. Бұл тренинг коворкинг орталығында бірінші рет болып тұрған жоқ. Бұл оның алдында біз мектептерде өткен болатынбыз, студенттермен өткен болатынбыз. Ал бүгінгі таңда осы жоспар бойынша біз жас мамандармен өткізіп тұрмыз. Бұл орайда біздің әлі де жұмыстарымыз жалғасады. Себебі бұндай психологиялық тренингтер біздің азаматтарымызға өте керек деп есептеймін. Бой сергіту шарасына қаламыздың жас мамандары қатысты. Тренинг барысында олар өзара коммуникативті қарым-қатынас жасау арқылы тәжірибе алмасып, біліктіліктерін арттырды. Ал Сәтпаев қаласының орталықтандырылған кітапханасы жанындағы коворкинг орталығының жетекшісі әрі психологы Жұлдызай Сыздықбаева дайындаған жаттығулар жас мамандарды бір сергітіп тастады. Екі қол. Еркін бинте берді, ешкім жоқ, бұл жерде артық. Басымыз билейік. Бастарымыз билейік, аяқтарымыз билейік, тек аяқтарымыз билейік. Еліміздің дамуының басты кепілі дені сау ұлт екені белгілі. Мұндай психологиялық тренингтер адамдардың сергуіне, өзара қарым-қатынас жасауына, жаңаша орта қалыптастыруына үлкен септігін тигізеді.